Ассаламу-алейкум, мұсылмандарым. Осыдан бірнеше жыл бұрын Рамаданның кезінде умра жасадым. Харамда отырған кезде жанымда отырған бір имам алдында жатқан жай намазды қолымен соғып, сосын қолына бетіне жағып жатыр. Бұл не істеп жатыр оқып қалдым. Сөйтсем, таяммум жасап жатыр екен, жел шығарып қойып. Сосын мен айттым, не істеп бауырым, не істеп жатырсың десем, таяммум жасап жатырмын дейді. Сосын айттым, аналарда толып тұр ғой, су деген, жай су емес, зәм-зәм толып тұр жан-жағының бәрі. Бада сол жердің барып дәрет алсаңшы дедім. Сосын тұрып барды да, сол жақтан барып дәрет алып келді. Сол сияқты бір рет жұма намазда да отырсам, жанымда отырған мұсылман жігіт жұма намазды бітіріп, сүннет намазды оқыған кезде отырып, жай намаз соғып жатыр солай. Не айтқым келеді бұнымен? Бұнымен айтқым келгені, көптеген біздің имамдардың бәрі дүмше молда болып табылады. Діннен еш хабары жоқ. Таяммумды Алла тағала жерменен істе дейді. Шаңменен істе деген жоқ. Жай намаздың шаңмен істе деген жоқ. Немесе кейбіреулерді қарап отырсаң, тұраға бана қабырғаны соғады да сонымен таяммум жасайды ақымақтар. Таң қаламда. Құранды оқысаңдаршы, барлар ма, Құранда бәрі жазылып тұр ғой. Таяммумды тағы айтамын. Жерменен, не құмменен жасайды. Шаңменен емес. Байқаңдар, намаздан қабыл болмай қалады. Қалай болса солай жасаған таяммумнан кейін.